Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Абай мектебінің ұстаздар мен оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға, үштілділік дағдыларын жетілдіруге бағытталған Абай Talks жобасының тұсауы кесілгелі отыр. Осы орайда алғашқы сұхбатты ұстаздық өнегелі жолы көпке үлгі, өмірлік миссиясын тапқан жан, біздің мотиватор, мектеп директоры Айгуль Алтынбековнадан алсақ деп отырмыз. Айгуль Алтынбековна, қош келдіңіз. Рахмет. Сізге алғашқы сұрағымыз, ұстаз болсам деген ой сізге қашан келді? Ұстаз болсам деген ойым сол мектеп оқушы кезімде, мектепте оқып жүрген кезімде келді. Енді өзімнің ұстаздарыма қарап, өзіме сабақ берген ұстаздарымның ішінде енді керемет ұстаздар болды деп айтсам болады. Өзім Қазалы ауданында 70-ші Жанқожа Батыр атындағы мектепте оқығам. Сол жердегі ұстаздарыма қарап, келешекте өзім де осындай ұстаз болсам деген ой бала кезімнен арманым болды. Сондықтан мектеп бітіргеннен кейін бірден осы педагогикалық оқу орнына оқуға түстім. Енді бірінші барған кезімде жаңағындай өзім тарихшы болсам деп ойлайтын тұғым. Тарихшы болсам қалай болады екен деп, бірақ енді сол кішкентай кезімнен әдебиетті жақсы көргеннен кейін, осы бала кезімнен адамнан естіп өскен ертегілер, аңыз әңгімелер, ақан серінің балғадишасын естіп өскеннен кейін анам көп айтып беретін сондай нәрселерді, сондай дүниелерді, сондай аңыз әңгімелерді, жақсы дүниелерді. Сондықтан мен де осы қазақ тілі мен әдебиет факультетіне оқуға түсуге ниет білдіріп соған түстім. Керемет. Былай қарасақ, тарих пен қазақ әдебиеті өте жақын пәндер ғой. Сіз жаңа айта кеттіңіз, ұстаз болуға маған өзімнің ұстаздарым үлгі болды деп. Сол жалпы ұлағатты ұстаз деген қандай болу керек сіздің ойыңызша? Енді ұстаз деген ол тек мамандық емес, ұстаз қасиет болып, екі мамандық иесі, ол баланы жақсы көрмесе, адамды жақсы көрмесе, ол мамандықты игере алмайды. Ол бірінші ұстаздық, екінші дәрігер, екіншісі адам жанының жаңағы несі, бір адамға енді дәрігер шипасын беретін болса, еміне шипа тауып беретін болса, ал адамды қалыптастыратын, адамды кішкентай кезінен адами тұрғыда қалыптастырып, адамның бағбаны болатын ол ұстаздық. Сондықтан екі мамандық иесі ең бірінші адамды жақсы көру керек. Ал адамды жақсы көрмесең, сен ұстаз бола алмайсың. Мектепке келгеннен кейін адамды жақсы көрмейтін, ұстаздықты жақсы көрмейтін маман иесі ол мектептен кетіп қалатыны белгілі. Ал мектепте қалатындар, олар балаларды жақсы көретін, соларға білім берсем екен, саналы тәрбие берсем екен деген адамдар, шын ниетті адамдар мектепте қалады. Дұрыс айтасыз. Өмірлік жолыңызда, ұстаздық жолыңызда Абай өнегесінің рөлі қандай? Енді қазақтың осы маңдай алды ақыны ғой, бас ақыны Абай. Абайдың дүниелерін үнемі балаларға оқуды насихаттап отырамыз. Себебі қай кезеңде, қай жаста Абайды оқысаң, ол басқаша әсер етеді деп айтып жатады. Сондықтан біз қашанда осы өзіміздің мамандығымызда, осы ұлтымызды тәрбиелеуде, адамды тәрбиелеуде Абайдың қара сөздерін, Абайдың шығармаларын үнемі балаларға үйретіп насихаттап отыруымыз керек. Енді ең бірінші айтатын болсақ, ол талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Бес асыл көнсеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз деп, яғни Абай барлығын көрсетіп, жазып беріп кеткен ғой. Сондықтан біз осы дүниелерден өзімізге қажеттісін алуымыз керек. Енді Абай сөздері сіздің өміріңізде кейбір қиындық болсын, қуаныш болсын сәттерде өміріңізге тірек болған, сізге қолдау болған сәттер болды ма? Және ондай сәттер болса, бір қандай сөз ерекше әсер етті сізге, ерекше қолдау болды? Ерекше қолдау болғаны, енді Абай айтады ғой, білімді де жақсы көріп ізденсең, білім жүрегіңе қонбақ дейді ғой. Қай нәрсенде ниеттеніп, ниетің дұрыс болса, қай нәрсенде шын ниетпен жасасаң, адам жетпейтін мақсаты болмайды, мұраты болмайды. Сондықтан осы Абайдың қара сөздерін алатын болсақ, адам дүниеге бірі ішсем, жесем, жаңағы көрсем деп келеді, ал бірі мысалға ізденсем, білсем екен деп жүретін адамдар болады.
біз басқа ұлттан кемшілік іздемеуіміз керек. Біз ең бірінші өзіміздің қателігімізді өзіміз жөндеп үйренуіміз керек. Сондықтан осы Абайдың 45 сөзі үнемі маған қолдау деп айтсам болады. Бос уақытымда Абайдың қара сөздерін үнемі оқып отырам. Сосын керек жерінде түртіп алып отырам. Мына керек нәрсе екен, мынау қажетті дүние екен деп. Сондықтан жасымда ғылым бар деп ескермедім дейді. Сонымен қатар баламды медресеге білдеп бердім деп айтады. Жаңағындай бар дүние мүлкін шашып, баласын оқытып, ізденсе екен, осы білім алса екен деген Абайдың жаңағы ең бірінші насихаты сол дұрыс. Батыстан үйрен, орыстан үйрен деп айтады ғой. Біз өзге ұлттың кемшілігін іздемеуіміз керек, біз ол ұлттың жетістігін көруіміз керек. Ол қалай үйреніп жатыр екен. Мысалға бір ұлттан еңбектенуді үйренетін болсақ, бір ұлттан жаңағы уақытты үнемді пайдалануды, оқуға деген, білімге деген көзқарасымыз қашанда біздің дұрыс болу керек. Сондықтан Абайдың сөздері ол терең жаңағы адамға рухани күш беретін сөздер ғой. Рас айтасыз, Абайдың әр сөзі қазына деп айтсақ болады. Енді қазіргі қоғамдағы ұстаз рөлі жайлы не айта аласыз? Енді қазіргі қоғамда ұстаз рөлі кішкене қазір жаңағы бұрынғыдай емес. Енді бұрын мысалға біздің өзіміздің бала кезімізде мұғалім келе жатса көшенің басында тұрып қалып, немесе мұғалім жаңағы алдын кесіп өтпей, мұғалімге қарсы келмей, солай тәрбиелендік. Ал енді қазіргі қоғамда кішкентай бір жаңағы кінәрат болса мұғалімнен іздеу, кемшілік болса мұғалімнен іздеу, сол үшін мемлекет басшысы да мұғалім мәртебесі деген заңды қабылдады. Қазіргі таңда біздің өзіндік заңымыз бар. Сондықтан ең бірінші сені құрметтеу үшін, сені жаңағы төрге шығару үшін, Алаштың жаңағы баласы бас қосса төр мұғалімдікі деп айтады ғой. Сондықтан ең алғашқы осы ұстаздың орны төр болу үшін адам бірінші өзінен бастау керек. Өзі білімді болу керек, өзі тәрбиелі болу керек, балаға үйрететіні болу керек, саналы болу керек. Сондықтан сондай мұғалімнің қашанда орны төр. Сондықтан біз өз мамандығымыздың салмағын үнемі жоғары қойып, оны бағалай білуіміз қажет деп ойлаймын. Ұстаздық өмір жалпы шыжығы да, қызығы да мол өмір ғой. Осы көп жылдық тәжірибеңізде есіңізде қалған бір ерекше сәттер бар ма? Енді осы кезге дейін қаншама шәкірттер алдымнан өтті. Бала ол енді баланың пейілі мен баланың ниеті ол өзгеше. Балаң жаңағы мектепті бітіріп кеткен шәкірттерін келіп қуанып, жаңағы апай деп, апайым деп келіп өзінің құшақ гүлін ұсынып жатса, сол кезде бір төбең мәртебең бір асып кеткендей, төбең көкке екі ел жетпей қалғандай болады. Себебі осы баланың да өмірлік жаңағы миссиясына, өмірлік адами тұлға болып қалыптасуына менің де үлесім тиді-ау деп өзіңдік бір мақтаныш сезімі кернейді. Сондықтан осындай жерде мен өзімнің бітіріп кеткен шәкірттеріммен де көп қуанам. Қазірдің өзінде де мысалға сабақ беретін оқушыларым бар, осы мектептегі оқушылар бар. Солардың әрбір жетістігіне қуанып, кішкентай бір балалығы, шалалығы болып отса, оған ренжитіндей, мына жерін дұрыстап жіберу керек, мына жеріне тәрбиелеп жіберуіміз керек, осы жеріне балалық деп қарауымыз керек деп бір ұстаздық енді біздің немізді танытып жатамыз. Сондықтан мен өзімнің шәкірттеріммен мақтанам. Енді соңғы сұрақ, өмірлік жолыңызды бір сөзбен түйіндесеңіз, ол қандай сөз болар еді? Ең бірінші сабыр, ақылға келу, ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп үнемі әкем айтып отырады. Сол сөзді үнемі өзіме өмірлік қағида қылып алғам. Ашуланбауға тырысам, қай нәрсені де сабырмен шешуге, ақылмен шешуге тырысам. Сонымен қатар анам үнемі айтып отыратын, балаң жақсы болса жердің үстімен жүресің, аспандап жүресің, балаң жаман болса жердің астымен жүресің деп. Сондықтан әрбіріміздің баламыз жақсы болса, шәкірттеріміз жақсы болса, ол бізді үнемі аспандатып жүргізеді. Сондықтан осы аспандап жүруге жазсын деймін. Әмін, рахмет. Бүгінгі сұхбатыңыз үшін рахмет. Өзімізге түртіп аларлық көп дүние естідік сізден. Рахмет, сіздерге де сәттілік тілеймін. Рахмет.
Добрый день! Сегодня у нас в гостях учитель-исследователь, преподаватель начальных классов школы имени Абая Абдибаева Айжан Шайтурсыновна. Мы поговорим о том, что вдохновляет учителя и что значит быть настоящим преподавателем. Когда у вас впервые появилось желание стать учителем? Ну, первое желание стать учителем у меня появилось в школьные годы. Я очень уважала своих учителей. Мне нравилось, как они преподают, как они держат себя, как они ведут себя. Я вообще считала учителя очень авторитетной профессией, и я боготворила своих учителей. И в детстве, когда мы играли в сюжетно-ролевые игры, я всегда себе выбирала роль учителя. И вот именно когда стал вопрос о выборе профессии, я думаю, этот вопрос сам по себе решился. Сразу тогда было понятно, да, уже? Да, я уже тогда Выбрали. поняла, что я буду работать с детьми, что я буду работать или в школе, или в детском саду, но это будет связано именно с образованием. Кто, по вашему пониманию, является настоящим уважаемым учителем? Ну, я думаю, настоящий учитель – это учитель не только, который каждый день передает знания детям, а вместе с этим в жизни каждый день учитель должен детям прививать такие качества, как вежливость, аккуратность, честность, порядочность, справедливость. Я думаю, это очень важно, это жизненные качества. Да. И в этом году мы все знаем, что мы отмечаем 180-летие Абая Кунанбаева, да? И вопрос такой, какое место занимает наследие Абая в вашей жизни и в вашей деятельности? Ну, творчество Абая – это же не только золотое наследие этого национальной литературы, но это, я думаю, что духовное возрождение всего казахского общества. И Абай неустанно всегда говорил, что образование – это величайший путь в душе человечества. И мы знаем, что у Абая есть слова назидания, да? И были ли в вашей жизни моменты, когда вот слова Абая, назидания Абая поддерживали вас? Ну, есть такие строки у Абая. Человек родился для того, чтобы трудиться. Я думаю, что именно профессия учителя – это каждодневно неустанный труд, что это поиск, постоянный поиск. И только человек, который каждый день старается, трудится, стремится к чему-то, только этот человек может добиться какого-то успеха. Я, конечно, полностью поддерживаю вот эти строки Абая Кунанбаева. И я тоже думаю, что дорогу осилит только идущий. Это крылатые фразы. Да. И сейчас про учителей, да, например, какую роль, по вашему мнению, играет учитель, роль учителя в современном обществе? Я думаю, что сейчас во время быстрых перемен именно учитель учит ребенка мыслить, думать, чувствовать, анализировать. И именно учитель учит ребенка отличать хорошее от плохого. Самое главное, учитель должен учить человечности. И сколько лет вы уже преподаете? Ну, у меня большой опыт педагогический. Я сначала начинала свою педагогическую деятельность с детского сада, потом я стала работать учителем. Вот сейчас у меня в этом году будет 35 лет педагогического опыта, из них половина у меня школьный педагогический опыт. И какой вот самый запоминающийся случай в вашей вот многолетней практике, да, вы могли бы нам рассказать момент, который запоминающийся? Ну, таких моментов много, но такой хороший момент – это когда дети заканчивают начальную школу, потом они плавно переходят в среднее звено, переходят в старшее звено. И ты, конечно, видишь, как эти твои ученики взрослеют, они становятся победителями олимпиад, становятся, значит, участниками научных проектов, становятся призерами. И это очень радует, это непередаваемая такая радость. И ты, конечно, осознаешь, что здесь участвует не одно поколение учителей. Да. И если последний вопрос такой, если бы вы могли описать свою жизнь, путь учителя, да, вот одним словом, какое это бы слово было? Ну, до этого я уже сказала, что это самый главный труд, а второе, я думаю, это служение. Служение своему народу, служение людям, служение детям, служение своему любимому делу. Спасибо, Айжан Шайтурсыновна, что поделились своим опытом и мнением.
Hello, welcome to our program Abai Talks. The goal of this program is improvement of trilingual skills in everyday life. We are really excited to bring you an interview with one of our wonderful teachers. Today we have here with us Жадыра Серікбаева. She is an English teacher at Назарбаев Intellectual School, and she will share with us about her thoughts about being teacher. Can you tell us a little bit about yourself and when did you feel the first desire to become a teacher? Okay, my name is Jadra. I've been working as a teacher for more than 10 years now, and it's my actually third workplace, if I'm not mistaken. So I came to this work, like teaching, though I didn't want to initially, but when first I got started, or it all got started, I just fell in love with teaching, that I have no words to explain now, to describe. Okay, very good. And in your opinion, can you describe the teacher, true teacher, respected teacher? True and respected teacher. I think true teacher is someone who is truly devoted, devoted to teaching. And respected should be that devoted teacher having the most successful students. Okay, so you know this year Abai is 175 years, yeah? Okay, and the question is, what role does Abai's legacy play in your life or in your career, teaching career? Of course, undoubtedly, a huge role. I first, again, so when I was at school, when I first started, when we were actually taught Abay first, I used to read lots of his books. Yes. And I would say that his role plays a huge role again in my life. Why? Because of his wisdom, I think, and I still remember some of the, in Kazakh, of course, some of the lines of his poems, as well as his Qara sözdері. I have wisdom words, yeah? Yeah, wisdom words. So, of course, a big role. And what was the second part of your question, please? Okay, and so we talked about Abai's wisdom words, yeah? 45 wisdom words. Yeah. So have you ever been a situation where Abai's words supported you or inspired you in your life? Okay, Well, right now, as I have told you that I've been teaching for about more than 10 years. Yeah. These days, I always keep telling my students one word that comes from Abay Kunabayev, which is болмасаң да ұқсап бақ. Why? Because as I'm teaching English, and it's really hard to teach our students the listening skill. So what I keep telling my students is, listen again, listen over, repeat, imitate, shadow the listening, what you hear, copy the language, what you are hearing, as if you are the one who is speaking, in the recording. So at that very moment, I keep telling, болмасаң да ұқсап бақ, just be like the speaker. So I think this is the very most inspiring student, word. Yeah, very good. I'm excited. Okay, so what is you said that you have been teaching English for over 10 years, yeah? Okay, what is the most memorable experience in your teaching life? The most memorable moment, it must be teaching little kids. So of course not in here, but at my second workplace, which was, and still actually it is operating, I think, the Center of Speaking English Kazakhstan. So I started my career, I can say that I started my career there. So when I was first given these young little kids to teach, I got, it was such fun that I can't remember, like
I cannot forget the, you know, young, They are cute cute. children's faces smiling at me as if I was a mom. Yeah. Okay, you enjoyed teaching kids, yeah, at that time, yeah? At that time, I did a lot. Yeah, Yeah, but nowadays you don't work with with children, yeah? But I'd love to. Yeah, Definitely, you'd I'd love to. Okay, yeah. We see that you are devoted teacher, yeah? Okay, so if you describe your life, yeah, your journey in one word, what word it would be? What word it would be? Can't I have 3 more words now? Maybe, if you want. I do not want to say words like achievement, success, or something. I'd rather say a word which actually describes or can describe, can somehow describe is persistence. So regardless of hardship that I've gone through or I'm going to go through. So I think it's all about not giving up, and it's more importantly not giving up on students. Okay. Yeah. So persistence. Okay, very good. So Jadra teacher, thank you so much that you are sharing with your thoughts and with your experience with us. Yeah, that was really interesting, and we are inspired with your career. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much too. Thank you all for watching. So see you in the next episodes.